білім мазмұны оқушыға не үйрететінін, ал оқушы дамуы сол білім арқылы қандай қасиеттер мен қабілеттер қалыптасатынын көрсетеді. Яғни мазмұн, құрал, даму нәтиже дұрыс таңдалған мазмұн оқушыны жан-жақты дамытады. Ал дамыған оқушы мазмұнды терең меңгере алады. Білім мазмұнының әсері танымдық қасиеттерді ойлау, есте сақтау, зейін және елестету арқылы дамиды. Құндылықтар мен дүниетанымды қалыптастырады, шығармашылық және сыни ойлауды жетілдіреді. Әсері танымдық қабілеттерді ойлау, есте сақтау және зейін, елестету арқылы дамиды. Құндылықтар мен дүниетанымды қалыптастырады, шығармашылық және сыни ойлауды жетілдіреді. Коммуникативтік, әлеуметтік дағдыларды дамытады. Дамуды қамтамасыз ететін жағдайлар мазмұн оқушының жас ерекшелігіне қызығушылығына сай болуы қажет. Оқыту белсенді, зерттеушілік сипатта ұйымдастырылуы тиіс. Мұғалім бағыттаушы, қолдаушы рөл атқаруы керек. Сонымен қатар бізде қорытынды айта берейін ба? Тоқта қалдым. Айта бер. Және осы сабақты қорытындылай келе, білім мазмұны мен оқушы дамуы өзара тәуелді. Мазмұн дамуға бағытталса, даму мазмұнды терең меңгеруге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Мен осы сабақты қорытындылай келе, барабан әдісі арқылы студенттерге сұрақтар ұсындым. Білім мазмұны неден тұрады? Білім мазмұны білімнен, билік және құндылықтардан тұрады. Келесі екінші сұрақ. Маған берілген сұрақ: дамытушы оқыту нені көздейді? Менің ойымша, дамытушы оқыту оқушының ойлауын, ізденуін, талпынуын арттыруды көздейді. Бізде келесі үшінші сұрақ. Маған түскен сұрақ: мұғалімнің рөлі қандай? Мұғалімнің рөлі мазмұнды дамуға бағыттап, оқушының белсенділігін арттыру. Бізде келесі сұрақ. Берілген сұрақ: білім мазмұнының мақсаты қандай? Білім мазмұнының мақсаты бізде оқушыны жан-жақты дамыту, жалпы оқушыны ортаға және де өмірге бейімдеу болып табылады. Бізде келесі бесінші соңғы сұрақ. Мендегі берілген сұрақ: білім мазмұны деген не? Оқушылардың меңгеруге тиіс білім, білік және құндылықтар жиынтығы. Келесі бізде сергіту сәтіне кезек берсек. 3, 2, 1. Келесі екінші ойын бізде сәйкестендіру ойынға кезек берсек. Орта мектепте арқылы базалық білім беріліп, баланың жан-жақты дамуына қамтамасыз етіледі. Орта білім қоғамда азаматтық сананың қалыптасуының негізі. Университеттер мен жоғары оқу орындарына терең кәсіби білім беріледі. Бұл кезеңде тұлғаның кәсіби шеберлігі мен әлеуметтік жауапкершілігі қалыптасады. Үшінші, бұл кезең баланың алғашқы әлеуметтік тәжірибесін қалыптастыруға негізгі дағдыларды меңгеруге бағытталған. Орта мектептер арқылы базалық білім беріліп, баланың жан-жақты дамуы қамтамасыз етіледі. Орта білім қоғамда азаматтық сананың қалыптасуының негізі. Бұл менің ойымша орта білім беру. Университеттер мен жоғары оқу орындарында терең кәсіби білім беріледі. Бұл мектепке дейінгі тәрбие. Бұл кезең баланың алғашқы әлеуметтік тәжірибесін қалыптастыруға, негізгі дағдыларды меңгеруге бағытталған. Бұл бізде жоғары білім беру. Бұл кезең баланың алғашқы әлеуметтік тәрбиесін қалыптастыруға, негізгі дағдылардың меңгеруі бағытталған. Менің ойымша, бұл жерде мектепке дейінгі тәрбие. Университеттер мен жоғары оқу орындарында терең кәсіби білім беріледі. Бұл кезеңде тұлғаның кәсіби шеберлігі мен әлеуметтік жауапкершілігі қалыптасады. Менің ойымша, бұл жоғары білім беру.
ең соңғысы орта білім беру. Орта білім мектептерге арқылы базалық білім беріліп, балалардың жан-жақты дамуы қамтамасыз етіледі. Орта білім қоғамда азаматтық сананың қалыптасуының негізі. Енді бізде ойынның жауабын дұрыс нұсқасын тексерейік. Және сонымен қатар білім мазмұнының мәні оқушыларға берілетін ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылар, сондай-ақ құндылықты бағдарлар мен тұлғалық қасиеттердің жүйесі, ол оқушының жан-жақты дамуын, тұлға ретінде дамуын қамтамасыз етеді. Яғни білім мазмұны оқушыны негізгі құралы мен тетігі болып табылады. Оқушы дамуының ерекшелігі, оқушы дамуы оның танымдық, ойлау және есте сақтау, зейіні, эмоциялық және ерік-жігерлік сапаларының жетілуі. Даму үдерісі оқу мазмұнымен тікелей байланысты болып келеді. Мазмұн неғұрлым қызықты, өмірмен байланысты және деңгейіне сай болса, оқушының белсенділігі де, ойлау мен қабілеті соғұрлым дами бастайды. Екі ұғымның өзара байланысы білім мазмұны оқушы дамуына әсер ететін негізгі фактор. Оқушы дамуының деңгейі білім мазмұнының меңгеру сапасын анықтайды. Мазмұн мен даму арасындағы байланыс екі жақты, біріншісі дамыса, екіншісі сол мазмұнды игере білетін қабілет артады. Тиімді білім мазмұны оқушының тек ақпарат алу ғана емес, өздігімен ойлайтын, ізденетін тұлға ретінде қалыптастырады. Білім мазмұны танымды қызығушылықты оятқанда, оқушыда өзін-өзі дамыту ұмытылмас пайда болады. Мысалға алатын болсақ, проблемалық тапсырмалар, әдістер оқушының ойлауын, шығармашылығын, логикалық пайымын дамытады. Жүйелі білім мазмұны мен оқушы дамуының арасындағы байланысты төмендегі жүйе бойынша көрсетуге болады. Ол жерде мақсат тұлғаның жан-жақты дамуы, ғылымилық, тәрбиелік, дамытушылық принциптерге сүйенуі, белсенді оқытуы, зерттеу, практикалық іс-әрекеті кіреді. Нәтижесінде танымдық, рухани және әлеуметтік тұрғыдан дамыған тұлға болып қалыптасады. Білім мазмұны мен оқушы даму өзара тәуелді екі ұғым. Дұрыс таңдалған ғылыми және өмірмен ұштасқан білім мазмұны оқушының танымдық, рухани және шығармашылық дамуын қамтамасыз етеді. Ал дамыған оқушы өз кезеңінде осы мазмұнды тиімді меңгеріп қана қоймай, онымен өмірде қолдануға бейімдейді. Бүгінгі болған сабағымыз нақты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Оқушылардың сұрақтары нақты әрі түсінікті болды. Назарларыңызға рахмет, студенттерге көп рахмет.